Ана, бұл сөздің өзі жүрекке жылу сыйлап, жанға тыныштық ұялатады. Ана күн нұрында айналасына шуақ шашып, мейіріммен әлемді жарық ететін қасиетті жан. Осындай ардақты аналардың бірі Мария Қадырбай қыз еді. Шотова Мария Қадырбай қызы 1960 жылы 24 сәуірде бұрынғы Гурьев, қазіргі Атырау қаласында қарапайым отбасында дүниеге келді. Әкесі Қадырбай мен анасы Қамаштың тұңғышы болып, 4 ағайындының үлкені ретінде ерте есейді. Жауапкершілікті жастайынан бойына сіңірді. 1967 жылы Гурьев қаласындағы Юрий Гагарин атындағы орта мектептің табалдырығын аттап, білім жолын бастады. 1975 жылы 8 сыныпта аяқтаған соң, сол жылы Гурьев қаласындағы мәдени ағарту училищесіне түсіп, кітапхана ісі мамандығын таңдады. 1978 жылы оқуын тәмамдап, жолдамамен Сороченко селолық кітапханасына қызметке жіберілді. Бүгін менің досым, курстасым, мұңдасым, соның бірі де бірегейі менің Мария досым болатын. Мәдени ағарту училищесін кітапхана бөлімін бітіргенімізге биыл 48 жыл. 30-ға жуық қыздар бітірдік. Солардың әрқайсысымен етене араласпайсың. Бәріне тілеудес болғанмен, ішінде біразымен ғана жақын болғасын. Оның ішінде санаулы группаспен шын дос боласың. Ол Мария болатын. Аталған оқу орнын бітіргесін практикаға Махамбет ауданында районный кітапханада, балалар кітапханасында практикада өттік. Оның да егіз қозыдай бірге жүретін едік. 1978 жылы аталған оқу орнын тәмамдадық. Выпускный вечерге дайындалдық. Марияның анасы Қамаш апамыз екеумізге бірдей мата, көйлек тіктіруге мата салып алып берді. Ол кезде менің анамның жоқтығын білдіртпей алып келген екен. Сол кезде Қамаш апамның ойынын артынан түсіндім. Екеуің де менің қыздарымсыңдар ғой дейтін. 1979 жылы Құдай қосқан қосағы Айдынғали мен отау көтерді. Тойларында қыз қосшы болып еріп келіп, Айдынғалиға аманат етіп тапсырдым. Өмір өте келе, дүниеге 3 қыз, 2 ұл келді. Мария досым, бүгін өзіңмен мәңгілікке қоштасқан күн. Сенсіз өткен 1 жыл. Уақыт емші дейді, ешқандай уақыт жазалмайтын сағыныш болды. Туралап келген ауру алмай қоймады. Кеткенмен бірақ өмірден, кетпейсің сірә көңілден. Өзіңді еске ұстаймыз қимастық атты көңілмен. Еңбек жолын кітапхана меңгерушісі ретінде бастап, бұл салада 15 жылға жуық адал қызмет атқарды. Кейін кітапхана жабылуына байланысты басқа салаға ауысып, совхоз Первомайский шаруашылығында егін егу жұмыстарына белсене араласып, адал еңбегімен көзге түсті. Қай қызметте болса да, жауапкершілік пен табандылықты ту етіп, өз ісіне адал болды. 1979 жылы 8 наурыз күні Айдынғали Сәрсенғалиұлы әкемізбен шаңырақ көтеріп, үлгілі отбасының ұйытқысы болды. Өмірге 2 ұл, 3 қыз әкеліп, оларды тәрбиелеп, адамгершілік пен ізгіліктің жолына бағыттады. Мария Қадырбай қызы мінезге бай, сабырлы, салмақты, айналасында жылулық сыйлай білетін жан еді. Ағайын туыс, дос-жаран арасында сыйлы болып, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білді. Ал құрметті ағайындар, бүгінгі күні баршаларыңызға белгілі болғандай, біреуге жар, біріне ана, біріне қимас бауыр болған
біріне келін болған бауырымыз, апамыз Марияның да өмірден өткеніне міне зымырап жыл толып қалып отырған екен. Енді апамыз өмірінің соңына дейін Сарашенко ауылында тұрды. Мектеп бітіріп, мектепті бітіргеннен кейін кітапхана бөліміне оқуға түсіп, оқуын тәмамдағаннан кейін осы Сарашенко ауылына келіп, одан әрі қарай жездеміз Айдағалименен екеуі отау көтеріп, өмірге екеуі 3 қыз әкелді. Қазақ атамыз айтады ғой, 3 қыз өмірге әкелгені саналды, салиқалы болып тәрбиелеген адам жұмаққа кіреді деп. Апамыздың орны жұмақ болсын. Өмірінің соңына дейін Сарашенко ауылында сол Сәрсенғалилар әулетін түтінін түтетіп, ағайын тумасына, бала шағасына, отбасына, бауырларына қамқор болған адам еді. Енді қайтеміз, Алланың бұйырмасы солай болған болар. Жаңағы айтқандай 3 қыз тәрбиелеген апамыз жәннаттан орын алсын дегіміз келеді. Биікте бейнең қарап тұр үнсіз алтыным, жанымды жейде сағыныш пенен қайғымың. Сарғайтып кеттің жанымды менің қайтейін, Құранмен енді ұрланып жатсын қабірің. Иманды бол, жаның жәннатта болсын апатайым. Бауырларының айтар тілегі осы. Біздің жүрегімізде мәңгілік орын аласын. Жаның жәннатта болсын. Апамыздың жаны жәннатта болсын енді. Апамыздың есімі әрдайымда жүрегімізде сақталады ғой. Жаны жәннатта болсын. Апатайымыздың орны көрейіп тұр. Отбасында 2 ұл 2 қызбыз. Бізге ақылшы, қамқор. Апатайым әр кез мені жалғызым дейтін еді, артымнан ерген жалғыз сіңлім деп. Жаның жәннатта болсын, апатайым. Ол тек ана ғана емес, баршаға қамқор, мейірімді жан еді. 12 немере жиеннің ардақты әжесі атанып, олардың қуанышын өз қуанышындай көрді. Әжелік мейіріммен ұрпағына өнеге болып, өмірлік із қалдырды. 2013 жылы зейнеткерлік демалысына шықса да, отбасының берекесін арттырып, жақындарының жанынан табыла білді. Алайда, тағдырдың жазуымен 2025 жылдың мамыр айында науқастанып, бұл өмірмен қош айтысты. Ана өмірдегі ең қымбат, ең жақын жан. Ол Алладан кейінгі ең биік тұлға. Бүгінде біз асыл анамызды сағынышпен еске аламыз. Оның орны жүрегімізде мәңгілікке сақталады. Орны толмас өкініш қалдырса да, Алланың жазуына амал жоқ. Қайран ана, жайдарлы шуақ дедің. Мезгілінен ертерек құлатты өлім. Енді Алланың бөленіп шапағына, мәңгі мекен еткейсің жұмақ төрін. Білегін бесік қылған қарызбын ақшашына, жүрегін есік қылған жұмақтың бақшасына. Тербетті тал бесікте тербеліп қалды фәни, бөледім жер бесікке анашым әлди. Періште қайғаланда пейішке барасың ба? Адам көп айналамда, анам жоқ арасында. Өмірде көп амал бар, өлімнің жоқ амалы.
анасы жоқ адамдар Құдайдың балалары. Ай, айналып бақ сөгіндей болады елес пайда. Анамның ақ сүтіндей зәм-зәм су жоқ ешқайда. Ақ нұрға боянарсың, жүрегім мәңгі сәби. Жұмақта оянарсың, анашым әлди-әлди.